қалай шешеміз деп. Гүлзада, бір минут. Ана жолы біз келген кезде не деп айтты? Біз хат жазып қойдық жоғары жаққа деді. Біз айттық, көрсетіңдер, хатты көрсетіңдер дедік. Сол кезде айттық, біз көрсете алмаймыз. Қалай көрсете алмайды? Сендердің өздерің жазған хатыңды қалай көрсетемейсіз? Қазір көрсетіңдер не бізге? Рас әкім өзі қашып кетті ме? Енді сіз орынбасарсыз ғой. Сіз отырсыз. Сол хатты жоғары жаққа шыққан осы нелерді қалаға неге қосуға, дачныйларды. Сол хатты көрсетіңіздер. Ол жерде регистрационный номер болады, кімге жазылды, қай күні жазылған. Найти не проблема. Ана секретаршаңыз айтсаңыз, қазір тез тауып береді. Тауып беріңіздер соны. Потому что он тогда начал отправлять нас черт знает куда, значит это неправда, я не верю. А если это правда, пусть покажут, тогда я поверю. Я не говорю, что... Да, я не буду говорить, что была өтірік айтып отыр, шын жіберген шығар. Көрсетшін. В любом случае. Потому что В чем проблема нас присоединить? 1,5 километра. Түк емес ол. Не 20 километров, не 40. Да? Ну там 1,5 километра находится, но там же частная собственность стоит. Земля христианского хозяйства стоит. Не, председатель округа. Ну, давайте сделаем какое-то отделение тогда. Отделение никакого мы не сможем сделать. У вас там написано по документам дачный массив. Ну что-то. Но мы же 1,5 должны километра, присоединиться. чтобы вас соединить туда, там стоит между вами и Рахатским сельским округом поле стоит. Поле христианское хозяйство стоит. С этой стороны Аватский сельский округ стоит. Авату тоже там поле стоит. Это поле все христианское хозяйство. И что Это- теперь? Дачный массив у нас находится. Бізде 130 весь дачный массив бар. Жоқ, оны білеміз, ана жолы бізге полностью рассказқан, 3 рет айтқан оны біз білеміз оны да. Оның қазіргі таңда архитектурный обликпен, архитектурный чертег Исық қаласының ғана чертасы ғана сызылып, олар қосылды. Исық қаласына тиіп тұрғандар. Тура сіздердің сұрақтарыңызда қазір бізге міне бөлек селек округінің дачасы қойып отыр. Неғып біз кірмей қалдық? Оларды да разница. Вот именно, нам же конкретное решение Что, нужно. какие-то Так что, решения Слава. Пока делается документация, архитектурная документация. Только после этого мы можем вам сказать. Так. Түсінген, тыңдаңызшы, бізге берген жауабында біз арыз жазып тастап кеттік қой. Осы жерден қабылдаудан шыққан кезде мен 3 арызды осы жерге тастап кеткем. Сол бойынша берген жауаптарына мен қанағаттанған жоқпын. Қала құзыретіне кірмейді, жаңағы құжат бойынша саяжайды ауылға қосу бойынша деп жазылған. Ал оны неге өздеріңіз шамаларыңыз жетпесе, онда басқа жоғарғы, өздеріңізден жоғарғы лауазымды органдарға жолдаңыздар.